Бүгін шаһардың басты үнпарағына айналған Жамбыл Тараз газетінің құрылғанына 30 жыл толды. Оқырманына озық ақпарат жеткізіп, түрлі тақырыпты тереңнен қаузап жүрген басылымның бүгін мерейтойы аталып өтті. Зиялы қауым өкілдері редакция ұжымын арнайы құттықтап, басылымның аймақ журналистикасындағы орнына жоғары баға берді. Тараздың тұрмыс тіршілігі мен тарихына қалам тартқан басылым биыл өзінің 30 жылдығын атап өтті. Шаһардағы әрбір маңызды оқиға газет назарынан тыс қалған емес. Бүгінде мол мұрағатты қор сақталған. Үнпарақтың таралуына сол кездегі Тараз қаласының әкімі Болат Жылқышиев себепкер болған. Осылайша алғаш рет оқырман назарына 1996 жылдың ақпанында жол тартыпты. Аймақтың айнасына айналып, шырайлы шаһардың шежіресін сөйлеткен басылымның салтанатты іс-шарасына ардагер журналистер мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Солардың қатарында өңір басшысының кеңесшісі Хамит Исаман да бар. Ол аймақ басшысы жолдаған арнайы құттықтау хатын оқып, ұжымға ізгі тілегін жеткізді. Құрметті Жамбыл Тараз газетінің ұжымы, сіздерді тарих пен шежіреге толы Жамбыл Тараз газетінің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Дәуірмен үндесіп, қоғаммен бірге өркендеген бұл басылым қазақ баспасөзінің киелі қара шаңырағының бірі. 30 жыл ішінде газет өзінің айқын бағыты мен бай мазмұны арқылы өңір өмірінің шежіресіне айналып, ақпарат кеңістігінде лайықты орнын таба білді. Бүгінде газет ұжымында 20-дан астам қызметкер еңбек етеді. Басылымның таралымы 12 мың дана. 2022 жылы редакция қабырғасында СММ тобы құрылды. Соның нәтижесінде басылым тек дәстүрлі газет форматымен шектелмей, цифрлық кеңістікке қадам басты. Енді ақпарат оқырманға баспа нұсқасымен қатар бейнероликтер арқылы да ұсынылуда. Қазіргі таңда өзіміздің YouTube каналымыз бар, 6 ақпараттық агенттігіміз бар, біздің бүкіл әлеуметтік желіміз бар. Онда да 24/7 жұмыс жасайтын жастарды шоғырландырып, тек қана газетпен ғана емес, бейне үлгідегі, былай айтқан кезде телеарнаның бір прототипі ғой, сондай үлгідегі ақпарат таратуды біз жолға қойдық. Қазіргі таңда ол да тұрақты жұмыс жасап жатыр. Басылым сәрсенбі және жұма күндері қос тілде жарияланады, ал 2022 жылы газет облыстық баспа атанды. Нұрдәулет Мұса, Махаббат Құсайын, Мержан Ерболатов, 24 News.